Devam ettiremiz. Бұл 5-ші сандағы қатынасушымыз Нөкіс районы мәлімет кітапхана орайы бөлім басылығы, яғни Нөкіс районынан келген. Кеңесбай Каримов. Кеңесбай Каримов 1948 жылы Шымбай районында туылған. Ол Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті факультетін тамамлап, ең тәсілепкі минет жолын Амудария журналы һәм Қарақалпақстан жастары газетасында басылаған. Оның қосықлары 1960 жылдың орталарынан басылап жариялана бастаған. Оның көңілім мүлкі, Аралдан келдім, Уақыт мұнарасы атлы поэзиялық шығармалар, поэзиялық қосықлар топламы баспадан шыққан. Сондай-ақ оның балаларға арналған Алтын теңге, Арық мерген пьесалары жас тамашагөйлер театрында сахналастырылған. Сондай-ақ оның Налыма қосығында адам баласы бұл дүниеге шыққан соң ешқашан бұл өмірдің тәшвишлеріне налынбай алдыға қарап жасау керектігі хақында пікірлерді айтады. Және де қосығында қандай мейлі Афлатон бол, мейлі Эластон бол, қандай қызметте, қандай шариатта жасасаң да халқыңнан асқан дана жоқ, халқыңменен бірге адамсаң деген ағла пікірлерді алға сүреді. Сондай-ақ ол ең үлкен тарихи роман, Ағаби романның авторы. Бұл роман 4 романнан ібарат болып, тетралогия болып есептелінеді. Онда 19 ғасырдегі қарақалпақлар тұрмысынан сөз етіледі. Ережеп ұлы Ағабидің басынан өткен уақиғалары суретленеді. Рахмет. Уақытыңызда жұмақланды. Мархамат, сұраулар болса? Кеңесбай Каримов қазіргі уақытта Қарақалпақ әдебиетінде проза жанрында да жүдек күшлі қалам тербетіп жатқан жазушылардың бірі, алдын шайыршылықпен басталған болса да, сонымен сол Ағаби хақында сұрау бере жақпан. Яғни Ағаби 4 томнан ібарат тетралогия деп айттық. Көш, Ата жұрт, одан кейін Аққапшық һәм Құсылмет деген 4 бөлімнен ібарат. Міне сол Ережеп Ағабидің әкесінің аты кім еді ол жерде? Құлшыбей. Сізге біраз уақыт жетпегенлігі көрініп тұрды. Кеңесбай Каримовтың өмірі һәм дүртішілік хақында анық мағлұматларға ие екендігіңіз солай болса да, және бір тастығын табушы сұрау бермекшімін. Дүртішілігі дауамында, минет жолы дауамында қандай сыйлықтар алған? Қарақалпақ халық шайыры, Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген журналист, Өзбекстан халық жазушысы, ел-жұрт ордені құрметі менен сыйлықланған. Сондай-ақ ол 2011 жылдан басылып жазушылар алқамының басылығы болып істеп келеді. Өзбекстан халық жазушысы да есептелінеді. Өзбекстанға. Рахмет. Төрешілеріміз сұрауларыңыз жұмақланған болса, рұқсат береміз. Мархамат, орныңызды иелесеңіз болады.